Сәлем оқушылар, бүгін біз сіздермен еш QTL емтихандарда жиі кездесетін модульді теңдеулерді бірге шығаратын боламыз. Жалпы бізде модульді білеміз, кез келген модульде бізде оң сан шығады. Мысалы, 0-дің модулі ол әрине 0 болады екен. Дәл солай модульдің ішіне біз 5 салатын болсақ, бұл бізде 5-ті береді, ал минус 5-ті қоятын болсақ, ол да бізге 5-ті береді екен. Демек, кез келген модульден бізде оң сан шығады екен. Олай болса, бірінші теңдеуді шығаратын болсақ, модуль x тең 5 дейді. Бізден сұрап жатыр, яғни мына модульдің x-тің ішіне қандай санды, модульдің ішіне қандай санды қойсам, менде 5 шығады дейді. Ол әрине бізде екі жауап, 5 шығады және минус 5 шығады. Яғни мен 5-тің орнына қоятын болсам, міне 5 шығады, минус 5-ті қоятын болсам, міне айттық басында. Дәл солай 5 шығады. Онда мына теңдеудің, яғни бірінші теңдеудің жауабы бізде минус 5 және де 5 болады екен. Дәл солай екінші теңдеуді шығарамыз. Яғни ол модульдің ішінде x плюс 1 тең 3 екен. Олай болса, біз осы модульді екі түрмен 2-ге бөліп шығарамыз. Бірінші жолы бізде x плюс 1 тең 3 деп аламыз, және x плюс 1 тең минус 3 деп болады екенбіз. Ары қарай шығаратын болсақ, мына бірді не істейміз? 3-тің жанына қарай көшіре саламыз. Сонда бұл бізге береді 2. Екінші теңдеуде бірді оң жаққа қарай көшіретін болсақ, минус 1 болып барады, минус 3, минус 1, бірге береді минус 4. Яғни мына екінші теңдеудің жауабы бізде 2 және минус 4 болады екен. Енді ары қарай үшінші теңдеуді шығарайық. Дәл солай. Мына үшінші теңдеуді қарайтын болсақ, бізде y плюс 7 тең 0 дейді. Енді біз бұны қарайық. Мына 0-де бізде 0 деген жауап шығады, модульден бізде 0 шығады. 0-ді біз плюс минус 0, яғни минус 0 плюс 0 деп ала алмаймыз. Тек бір ғана 0 бар бізде. Сондықтан бұл есепті тек y плюс 7 тең 0 деп жай ғана теңдеу қылып шығарады екенбіз. Ары қарай y-тің өзін табатын болсақ, 7-ні мен 0-дің жанына қарай көшірем. Өзінің таңбасы плюс, кері таңбамен көшіп барғанда ол әрине минус болады. Сонда жауабы минус 7 болады екен. Енді төртінші, бұл бізде үшінші теңдеу. Төртінші теңдеуді шығаратын болсақ, y минус 2 тең минус 3 дейді. Енді қарайық, біз айттық, модульдің ішіне қандай сан болса да оң санмен шығады. Яғни минус 5 болса 5 шығады, 5 болса 5 шығады. Яғни бізде модульде теріс таңба шықпау керек деген бар. Сондықтан мына жақта бізде минус 3 деп беріп қойған екен. Значит, мына теңдеудің бізде жауабы болмайды, жауабы жоқ деп белгілейміз. Яғни бізде модуль теріс таңбаға тең болмауы керек. Кеттік ары қарай. Бесінші есепті шығаратын болсақ, x минус 3 плюс 0,5 тең 0,5 дейді. Ең алдымен мына 0,5-ті екінші оң жақтағы 0,5-дің жанына көшірейік. Өзі плюс кері таңбамен, минус таңбамен көшеді. Олай болса, x минус 3, сонда жауап 0,5 минус 0,5 болады. Мен қайта жазайын. Минус 3-іміз модульде тұрады әзірге. Бұл болады 0-ге. Біз мынандай теңдеуді шығардық, 0 болған кезде, яғни 0-да бізде минус 0, плюс 0 деген жоқ, тек бір ғана 0 бар. Сондықтан x минус 3 тең 0 деп есептеп жалғастырады екенбіз. X-іміз тең болады 3-ге, яғни мен 3-ті әкеліп 0-дің қасына қарай көшірем. Бесінші есепті шығардық. Алтыншы есепті шығарайық. Мынаны өшіріп тастаймын. Алтыншы есепте бізде 9x минус 18 тең 27 дейді. Дәл жаңағыдай екі бөліп аламыз, бірінші бөлікте 9x минус 18 тең 27 деп алатын болсақ, яғни оң таңбамен, енді 9x минус 18 тең минус 27 деп алады екенбіз. Ары қарай шығарайық. 9x минус 18-ді 27-ның қасына көшіретін болсам, өзінің таңбасы минус, кері таңбамен көшеді, яғни 27 плюс 18 болып көшеді. Бұл бізде 45-ті береді. Яғни 9x тең 45, а x-іміздің өзі бізде 5-ке тең болады. Бірінші жауап шықты. Ары қарай екінші теңдеуді шығарайық. 9x дәл солай көшіреміз, бірақ мына жерде минус бар, Минус 27 плюс 18 бізге береді минус 9-ды. Олай болса, x-іміз тең болады минус 1-ге. Мынау бізде екінші жауап болады. Енді ары қарай жетінші есепті шығарайық. Жетінші есепті шығаратын болсақ, мына 3-ті 7-ның қасына қарай көшіреміз, кері таңбамен. Өзінің таңбасы плюс алды, значит минус болып барады. Сонда 5 модульдің ішінде x қала тұрады әзірге. 7-ден азайтамыз 3-ті, ол 4-ті береді. Енді қарайтын болсақ, мына 5 пен модульдің арасында, яғни модуль x-ның арасында бізде көбейту бар. Ол бізде кітапта жазылмайды әрине, бірақ біз модуль
көбейту бар деп түсінеміз, иә. Көбейтуге кері амал ол әрине бөлу. Сондықтан модуль x тең 4-ті біз бөледі екенбіз 5-ге. Модуль x бізде шығады 0,8, иә. Енді модуль x-іміз 0,8. Яғни бізден сұрап жатыр, мына x-тің орнына қандай сандарды қойсам, менде 0,8 шығады. Жаңағыдай екі жауап, иә. Бізде бірінші жауап 0,8 болады, яғни x тең 0,8, екіншісі x тең минус 0,8 деп екі жауапты алады екенбіз. Дәл осылай модульді теңдеулер шығарылады. Ары қарай мына 8-ші есепті қазір шығарып комментарийға жазып кетейік жауабын.